Петропавлда бір топ адам өздерінің Қазақстаннан тәуелсіз халық кеңесін құрғанын айтып әлеуметтік желіге жариялады. Бұл туралы Абай KZ порталы жазды. Видео қоғамда резонанс туғызып, халықтың қызу талқысына түсіп жатыр. Біз ерлер мен әйелдер, еңбекші, азат әрі еркін халық. Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласының еңбеккерлері өзін-өзі басқаруымыз бен автократиямызды, тәуелсіздігіміз бен егемендігімізді көрсете отырып, жалпыға ортақ бөлінбейтін халық игілігін сақтаудың міндеттілігін, өз жеріміздегі азаматтық, мүліктік құқықтардың өзгермейтіндігін, егемен қазақ КСР-ның мызғымас аумақтық тұтастығы туралы жария етеміз және халық кеңесін жандандырамыз дейді видеодағы адам. Биыл 19 наурыз күні 19 адам жиналып кездесу өткізген. Олар өз хатшылар мен төрағасын сайлап, декорациясының жарғы жобасын, халықтық кеңестің символикасын қабылдап, бөрмен қатысушы куәлігінің жобасын жасаған. Ел ішіне ірткі салып отырған бұл топ келмеске кеткен кеңес үкіметін аңсағандардың сарқыншақтары болса керек. Өздерінің егемендік туралы құжатсымақтарында КСР риторикасын толығымен қайталайды. Олар аталған декларациясында білім беру жүйесіне, азық-түлік, медицина және вакцинация жүйесіне қарсы шыққан. Кеңестік білім берудің табысты жүйесіне шетелдік стандарттарға сүйенген деструктивті оқулықтар алмастырды. Ал жоғары техникалық және кәсіптік білім қаржылық пайда табудың құралына айналды. Азық-түлік кеңестік мемлекеттік стандартқа сәйкес келмейді. Дүңгіршектер халықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін тауарларға толы. Бір кездері тегін медицина, балалар мен ересектерді емдеуге қаржы жинайтын бизнес саласына айналды деп жариялады. Сондай-ақ жиналғандар Қазақстанды заңсыз жарияланған мемлекет деп санайды. Бұл жайтқа құқық қорғау органдары дереу жауап қайтарды. Қазір халық кеңесі деп аталатын топтың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл ақпарат Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаментінде тіркелген. Тергеу жедел шаралар жүргізілуде деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының полициясы. Аталған мәселеге қатысты бірқатар мәжіліс депутаттары да үн қатты. Нақтырақ Абзал Құспан өзінің Facebook желісінде былай деп жазды. Достар, Петропавлдағы жағдай бойынша бас прокурор атына хат дайындалды. Енді депутаттардың қолын жинап түстен кейін жолдайтын боламыз.